Салауатты өмір сүру үшін тістің алатын орны әрине ерекше. Тісімізді қалай күтінсек, өмір бойы тіс ауруын білмей, сезінбей өтеміз. Осы жайында айта кетсем деймін. Дәл қазір тіс ауыратын жандар болса, бейнежазбаның соңғы жағында үй жағдайында тіс күтімін қалай жасауға болатыны жайында көрсететін боламын. Сондықтан бейнежазбаны соңына дейін көрулеріңізді сұраймын. Тісіңіз сау болса, денсаулығыңыз да мықты болатынын білесіздер ғой, иә? Егер тісіңіз сау болса, ауырмаса, онда тамақты да дұрыс шайнай аласыз. Тамақты дұрыс шайнап жесеңіз, асқазаныңыз дұрыс қорытып, дәретханаға да уақытылы бара аласыз. Егер сіздің тісіңіз құрттап ауырса, немесе арасына ауа кіріп тұрғандай әсер алсаңыз, онда тамақты да дұрыс іше алмай, құрамында дәрумендері жеткілікті ас ішуіңіз қиынға соғады. Мысалға алатын болсақ, тісіңіз ауырса етті шайнап жеу қиынға соғады. Әсіресе біздің қазақтар тіс күтіміне немқұрайлы қарайтыны ол рас. Осы бейнежазбаны қарап отырған жандар қазірден бастап болса да тіске дұрыс күтім жасауды бастайтынына мен сенемін. Ең алдымен тіс щеткаңызды бір айда бір рет ауыстырып отыруыңыз қажет. Тіс щеткаңыздың басы ескірген болса, онда тіс жуған кезде қызыл иек зақымдануына әкеліп соғатындықтан, міндетті түрде 1-2 ай қолданып, щетканы ауыстырып отыру қажет. Тіс щеткасын неғұрлым көп қолданған сайын, соғұрлым бактериялар пайда болады. Дүкендерге барсақ, тіс щеткасының түрі өте көп. Егер сіз ауыз қуысындағы қызыл иек тіс жуған сайын қанайтын болса, немесе тістің арасына ауа кіріп тұрғандай ауыратын болса, онда тіс щеткасын сатып алар кезде жұмсақ щетканы таңдағаныңыз абзал. Тіс жуып болғаннан соң, соңында міндетті түрде тілді де щеткамен ақырындап тазартсаңыз, бактериялардың да алдын ала аласыз. Екіншіден, үнемі тіс дәрігеріне барып тұру. Сіз тіс дәрігеріне барудан қорқасыз ба? Сонда да, әр 3 ай сайын тісіңіз ауырмаса да, тіс дәрігеріне міндетті түрде барып тексеріліп тұру қажет. Тісіңіз ауырған кезде ғана тіс дәрігеріне барып көрінетін болсаңыз, онда сіздің тісіңіз шіри бастаған және жан жағындағы тістерде құрт жей бастаған деген сөз. Демек, дәрігерге қаралудың бағасы да қымбаттайды деген сөз. Егерде міндетті түрде жоқ дегенде жылына 2 рет болса да тіс дәрігеріне барып, тісіңізді тексеріп отырсаңыз, онда аздап құрттаса да аз уақыттың ішінде емдей аласыз және ақшаңызды да үнемдей аласыз. Үшіншіден, арнайы тіс жібімен тазалау. Тіс щеткасымен қаншалықты таза етіп жудым деп ойлаған күннің өзінде, щеткамен тазаланбай қалған тіс арасы да жеткілікті. Тісті щеткамен ғана тазалай алмайсыз. Щетка тазалай алмайтын жерлер де бар. Құрттаған тістердің көбісі тістің арасындағы щетка тазалай алмаған жерлерде пайда болады. Бірақ көп адамдар өкінішке орай тек қана щеткамен тазалап қана тіс жуу процесін аяқтап жатады. Арнайы тіс жібімен тістің арасын тазалау менің сіздерге осы бейнежазбада айтқым келген ең бірінші мақсатым болатын. Дүкендерден немесе дәріханалардан арнайы тіс жібін сатып алып, күніне 1 рет міндетті түрде тістің арасын мұқият тазалаңыздар. Арнайы тіс жібімен тістің арасын тазалап көрген адамдар ғана менің неге соншалықты арнайы тіс жібі маңызды деп айтқым келетінін түсінетін болады. Төртіншіден, арнайы ауыз қуысын шаятын сулар пайдалану. Дәріханаға немесе дүкендерге барсаңыздар, арнайы ауыз шаятын суды оп-оңай таба аласыздар. Бұрынғы заманда арнайы ауыз қуысын шаятын су болмаған кезде тұзды су арқылы да ауыз қуысын үнемі шайып отырған. Демек, тіс күтіміне бұрынғы заманнан бастап көңіл бөлген. Дәл қазірден бастап болса да, арнайы тіс шаятын сумен шайсаңыз, дезинфекцияның алдын алып, ауыздан иісті де шығармай, ауыз қуысын жаман бактериялардан қорғай аласыз. Бесіншіден, егер тісіңіз құрттап ауыратын болса, өкінішке орай, егер жоғарыда айтылған амалдарды қолданбас бұрын тісіңіз шіріп кетсе, ауырса, онда дәл қай тісіңіз ауырып жатқанын тауып, сумен немесе арнайы тіс жуатын су арқылы ауырып тұрған тісіңізді шайып, тістің арасындағы жағымсыз қалдықтарды шығарамыз. Таза қол орамалын пайдаланып, құрттаған тістің айналасындағы ауызға жиналған түкірікті сүртіп тастаймыз. Яғни, тісіңізді барынша құрғақ етіп аламыз. Сарымсақты майдалап турап, немесе үккіштен өткізіп, құрттаған тістің үстіне толық қылып саламыз. Осы кезде тістен бөлек ауыз қуысының басқа жеріне тиіп кетсе, ашып ауруы әбден мүмкін. Тек қана тіске ғана сарымсақты жағуды ұмытпаңыздар.
Содан соң 3 минуттай күтіп, аузыңызды шайып тастасаңыз болады. Сарымсақты толтырып салып, ұзақ уақыт ұстасаңыз, ол әрине жақсы. Осылай жасасаңыз, тісіңіз қатты ауырса да, үй жағдайында ауруды сәлде болсын басуға болады. Егер сарымсақты майдалап турап, дәл ауырған тістің арасына салу қиын болса, онда сарымсақты жай ғана шайнап, ауырған тістің арасына салуға болады. Сарымсақтан аллицин шығуы үшін жақсылап шайнау өте маңызды. Егерде тісіңіз қатты ауырғанын қоймаса, онда бұл процесті 2-3 рет қайталап жасап, 1 апта бойына жасасаңыз, көмегі болатынына сенімім мол. Бірақ түбегейлі емдеу үшін тіс дәрігеріне баруыңыз қажет. Егер салауатты өмір сүргіңіз келсе, онда мен айтқан бірнеше амалдарды қолдансаңыз, тісіңіз ауырмайтынына сенімдемін. Қазірге дейін сіздермен бірге бақыт кілті. Осы каналға тіркеліп, ұнаса лайк бассаңыздар, және де кейін тіс күтімі жайында естеріңізге түспеген жағдайда қайта кіріп көріп, сіздердің салауатты өмір сүрулеріңізге көмегі болса екен деймін. Рахмет.